Сәлеметсіздер ме, құрметті қазақстандықтар. Біз бүгін алаяқтық әрекеттердің алдын алу шаралары туралы айтатын боламыз. Өздеріңіз білетіндей, кредит алып, оны төлей алмай немесе төлемеген адам бірінші кезекте ол проблемадан құтылудың жолдарын іздейді. Өздеріңіз білетіндей, қазір ғаламторда немесе жалпы ақпарат айдынында көптеген жалған ақпараттар тарап жүр. Оның ішінде қарыздарыңызды жоямыз, ақылы қызмет деген хабарландырулар жетерлік. Жалпы қарыз болу проблемалары қайдан туындайды? Біріншіден, қаржы мүмкіндіктерін дұрыс есептемеу, яғни ірі көлемде кредитті рәсімдеп, ай сайынғы табатын табысыңыздың жетпеуі немесе басым бөлігін қарызға жұмсауыңыз. Екіншіден, үшінші тұлғалардың алаяқтық әрекеті, яғни көп ақша табасыз деген желеумен кредит алдыру. Үшіншіден, міндеттерді орындамау. Кредитті ай сайын төлемесем, өздігінен жойылады деген жалған ойға сеніп, ай сайын төлемді жасамау. Осының барлығы түрлі салдарға алып келеді және жоғарыда айтып өткен проблемалар туындайды. Себебі ай сайынғы төлемді төлемегеннен кейін оның да әртүрлі кері салдарлары пайда болады. Қаржы институттарынан алған кредиттің уақытында төлемегеннен кейін ол кредиттің мерзімі өтеді. Осылайша проблемаға тап болған адам түрлі тәсілдерді іздей бастайды. Өздеріңіз білетіндей, ол хабарламаларда, интернеттегі жалпы ақпараттық кеңістіктегі мәтіндерде біз сіздің қарызыңызды ақылы негізде жоюға көмектесеміз деген мәліметтер болуы мүмкін. Мұндай алаяқтық хабарландыруларда олар өздерін адвокаттың қызметін ұсынамыз, қаржы кеңесшісінің қызметін ұсынамыз, тіпті жеке агенттіктің қызметін ұсынамыз делінген мәліметтер болуы керек. Бірақ сенбеңіздер, мұндай мәліметтер сіздің жағдайыңызды одан әрі ушықтыруы мүмкін. Себебі олар, біріншіден, мемлекеттік бағдарламалар арқылы сіздің қарыздарыңызды жоямыз, екіншіден, банкроттық процедуралар, үшіншіден, тіпті рақымшылық жасауға көмектесеміз делінген мәліметтер болуы мүмкін. Бірақ бұлар рас емес. Әдетте алаяқтар мұндай қызметі үшін сіздің қарыз сомаңыздың 3-тен 1 бөлігін сұрайды. Яғни, мысалы, сіздің қарызыңыз 2 миллион теңге болса, мұндай қызмет үшін олар 700 мың теңгені талап етеді. Ал мұндай ақшаны табу үшін адам не істейді? Біріншіден, тағы да қарыз алады, екіншіден, мүлкін сатады, осылайша қарызы одан арайы ұлғая береді. Бірақ проблема мұнымен шешілмейді. Тағы бір айта кететін жайт, алаяқтар міндетті түрде ақыны бірден және қолма-қол ақшамен төлеуді талап етеді. Жалпы Қазақстанда мұндай кредиттерді жою бірден жасала ма? Кредит дегеніміз келісімшартқа қол қою арқылы өзіңізге алған міндеттеме. Яғни қарызды төлеу міндет. Тіпті адам қайтыс болған жағдайда кредиттер мұрамен бірге қалатынын есте сақтаңыздар. Сонымен, Қазақстанда қаржы институттарынан алынған кредиттер бойынша қарыздарды жою тек мынадай жағдайларда мүмкін. Есіңізде сақтаңыз. Біріншіден, ол кредитордың шешімі, яғни қазақстандықтар кредит алған микроқаржы ұйымдарынан немесе банктерге өтініш білдіре алады. Қандай өтініш? Ерекше жағдайларға байланысты қарызды жою немесе төлем шарттарын қайта қарастыру. Екіншіден, кредиттік амнистияның жариялануы. Бәріміз білеміз, бұл рақымшылық 2019 жылы енгізілген болатын, ал 2021 және 2022 жылдары түрлі қауесеттер тарап, мемлекеттік органдар мұндай рақымшылықтың енгізілбегенін хабарлаған болатын. Үшіншіден, банкроттықтың енгізілуі. Бұл банкроттық Қазақстанда жоспарда бар болғанымен, әлі Қазақстанда жеке тұлғаларды банкрот деп жариялау заңы әлі қабылданған жоқ. Яғни рақымшылықта, банкроттықта біздің елімізде әлі жұмыс істеп тұрған жоқ. Сондықтан тек бір ғана тәсіл, сіз кредит алған кредиторға өтініш білдіру тәсілі ғана бар. Егер кредитор бұндай көмекпен сізге көмектесе алмайтын болса, яғни бұл проблеманы шешуде сізге қайта қарастыру немесе қайта қаржыландыру, ерекше жағдайларда сіздің қарызыңызды жою бойынша көмек білдіре алмайтын болса, сізге қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау бойынша департаментке хабарласуға болады. Олардың телефондары мен почталары мінекей. Құрметті қазақстандықтар, банкроттықтың енгізілуін күтіп, төлемдерді тоқтатуға кеңес бермейміз. Себебі мұндай әрекеттер сіздің қарызыңызды одан әрі ұлғайтып, өндіріп алу, мүлікті сату, қамауға алу сияқты шараларға дейін алып келуі мүмкін. Есіңізде болсын, банкроттық жарияланған күннің өзінде сіздің барлық қарызыңыздың жойылуы мүмкін емес.